Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай лағманға арнап дайындалатын қамырдың созылуының оңай жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Салқын суымызға бір ас қасық тұзымызды, оның үстіне бір жұмыртқамызды және де қалауларыңызша 1,5 ас қасық сұйық май қосып жүрсеңіздер де болады. Бұл қамырдың жайылған кезде үзіліп кетпеуіне көмектесетін болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін тұзы ерігенше қамырымызды салып, қаттылау етіп қамыр илейтін боламыз. Негізі лағманның қамыры қаттылау болып иленгені дұрыс. Осылай жақсылап илеп алатын боламыз. Бұл жерде менде 500 мг суға 1 кг ұн кетті. Сіздер отбасыларыңызда адам аз болса, аздау етіп дайындауға да болады. Мысалы 250 мг суға 500 грамм ұнмен де жасауға болады. Осылай арасында түйіршіктері қалмағанша етіп жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қанғаннан кейін, илеп алғаннан кейін осындай бір салафанға салып, бетін жауып 15-20 минутқа біз қалдыратын боламыз. 15-20 минут өткеннен кейін тағы да бір басып, қамырымызды тағы да сол уақытқа қалдырамыз. Осылай 2-3 мәрте жасасаңыздар, қамырларыңыздың иі қанған, өте жақсы созылады. Созылу барысында және де үзіліп кетпейді. Міне мен екінші мәрте тағы да қамырды 15-20 минут өткеннен кейін алып, тағы да бір иін қандырып илеп аламын. Бұл иі қанғаннан кейін тағы да бір 15 минуттан кейін лағманның қамырын созуға біз уже кірісе беретін боламыз. Осылай қолдың көмегімен бірінші үлкейтіп алатын боламыз. Одан кейін оқтауды пайдалансаңыздар да болады. Оқтаудың көмегімен қатты жұқа емес, қалың емес, орташа қалыңдықта етіп жайып алатын боламыз. Міне қамырымыз шамамен осындай қалыңдықта етіп жайып алатын боламыз. Одан кейін пышақтың көмегімен жолақшаларға бөліп шығамыз. Бір-біртіндеп ала отырып, осындай қамырымызды осылай жайып шығатын боламыз. Столдың үстіне қойып, тарелкамыздың астын майлап алып, біз бұл осылай жасап қатты жұқа қылып жаймаймыз. Осылай бір-бір жайып алғаннан кейін спираль тәрізді етіп тарелкаларымызға орналастырамыз. Біткен жерінен келесі қамырымызды осылай орай отыра ұлу тәрізді етіп жинап шығатын боламыз. Оның үстін міндетті түрде майлап қоямыз. Келесі реттілікпен барлықтарын осылай орналастырып шығатын боламыз. Менде жаңағы видеода көрсетілген қамырда 2 қамыр илегендіктен менде бұнда көп болып тұр. Одан кейін салафанмен бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін шетінен бастап қамырларымызды созуға кірісе береміз. Созған кезде біз екі жаққа ширата отырып, осылай қатты созбай, өзі созыла береді. Осылай созып шығатын боламыз қамырымызды.
Міне әр қамырымызды осылай созып шығатын боламыз. Егер сіздерге лағманның қамыры жұқа болғандаса, жаңағы созып қойғаннан кейін екінші мәрте тағы да осылай созып шықсаңыздар болады. Ал егер қатты жұқалау болған ұнамаса, осы қамырды біз алып жасай беретін боламыз. Қазір мен сіздерге видеода көрсететін боламын. Осылай мен екінші мәрте созып аламын. Міне қамырымыз дайын болғаннан кейін осы бастапқы шетінен ұстап, екі қолымен кезектестіре отырып, осылай қолымызға жинап аламыз. Дастарханға осылай ұрғылап, қандай қалыңдықта сіздерге ұнайды, сол бойынша ұратын боласыздар. Осылай қамырымызды дайындап аламыз. Алдын ала осылай суды қайнатып қойып, біраз қасық тұз салып, лағманның қамырын пісіріп алатын боламыз. Бір қайнағаннан кейін, бір 3-4 секундтан кейін біз қамырымызды ала береміз. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Міне суымыз қайнап шықты бір рет. 3-4 секунд өткеннен кейін қамырымызды сүзіп алатын боламыз. Суыған қамырларымызға осылай сұйық майды жағып шығатын боламыз, осылай қолымызбен. Міндетті түрде осылай отбасыларыңызға жасап беріңіздер, өте ұнайтын болады, ас болсын.